Қан қысымын дұрыс өлшеу денсаулықты бақылаудың маңызды қадамы. Егер сіз қан қысымыңызды дұрыс өлшемесеңіз, нәтиже қате болып, денсаулыққа қатысты мәселелерді уақытында байқамауыңыз мүмкін. Мен сіздерге қан қысымын дұрыс өлшеу бойынша қадамдары көрсететін боламын. Бірінші, өлшеу алдында 5-10 минут демалып тыныш отырыңыз. Тамақ ішкеннен кейін, немесе жаттығудан кейін 30 минут күтіңіз. Темекі шекпеу және кофе ішпеу қажет. Тік отырыңыз, арқаңызды орындыққа сүйеңіз. Аяғыңызды жерге тік қойып айқастырмаңыз. Қолды үстелге немесе басқа тірекке қойып босаңсытыңыз. Манжетті шынтақтан 2-3 см жоғары орналастырыңыз. Манжет қолыңызды тығыз орап тұруы керек, бірақ қысым жасамауы тиіс. Аппараты қосып нұсқаулық бойынша өлшеуді бастаңыз. Қозғалмай тыныш отыру қажет. Қан қысымын 2 рет өлшеу қажет. Әр өлшеу арасын 1-2 минут күтіңіз, орташа мәнін алыңыз. Қан қысымның қалыпты көрсеткіші 120-80. Есте сақтау қажет нәрсе. Қан қысымын әр күнінің бір уақытында өлшеген дұрыс. Егер көрсеткіштер үнемі жоғары болса, 140-90-нан жоғары дәрігерге қаралыңыз. Өзіңізді жайсыз сезінгенде немесе бас ауырып, айналғанда міндетті түрде өлшеңіз. Сіздің денсаулығыңыз ең басты байлығыңыз. Қан қысымын бақылау арқылы жүрек пен тамыр ауруларының алдын алыңыз. Денсаулығыңызға бей-жай қарамаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін парақшама жазылыңыз.